Сұранып тұрсам қарап, қанша жыл, қанша сағат жүргенмін қағып қанат. Өмірдің арнасында қаншама рет құладым, көріп өмір сынағын. Мен сонда да сынбадым, әкемнің арқасында. Әкем менің дәулетім, анам менің жәннәтім, бауырларым қанатым, бірге бақыт табатын. Әкем менің дәулетім, анам менің жәннәтім, бауырларым қанатым, бірге бақыт табатын. Жетер қолдарым, түзу болды жолдарым, болып қанам қорғаным, әкем менің ардағым. Дұшпанға жол бермедім, достан тарлық көрмедім, тек биікке өрледім, әкемнің арқасында. Әкем менің дәулетім, анам менің жәннәтім, бауырларым қанатым, бірге бақыт табатын. Әкем менің дәулетім, анам менің жәннәтім, бауырларым қанатым, бірге бақыт табатын. Әкем менің дәулетім, анам менің жәннәтім, бауырларым қанатым, бірге бақыт табатын. Бәрекелді, ассалаумағалейкум ағайын. Шапалақ ұрыңыздар, жасла бір шабыттанып алайын. Бәрекелді, қадірлі ағайын, құрметті қонақтар, міне Аллаға шүкір, Аллаға шүкір, Аллаға шүкір. Әкеміз 80-ге толды, қадірлі ағайын. Міне 80-ге толу тойды қандай той деп айтсаңыздар, бүгін шүкір той, Аллаға шүкір той. Міне 80 жылдың ішінде әкеміз ұлын ұяға қондырып, қызын қияға қондырып, үйге құда кіріп, бір шаңырақ үлкен әулетке айналды. Енді барақтарыңыздың осында отырғандарыңыздың бәрі 90%-дарыңыздың білетін шығарсыздар. Әкем бір өзі өмірге келген, яғни қазақ айтқан бір бала демеген, бір тал бала деген. Сол Құдайға шүкір әкеміз бір талдан міне орман болып жоғарда ұрпақтары тұр. Әрине қадірлі құрметті қонақтар, міне Алла барлықтарыңызға жұғысты болсын. Әкеміздің балалары, келіндері, қыздар мен күйеу балалары әкемізді төрге шығарып той беріп жатыр. Сіздердей қасиетті қонақтарды шақырып, ақ дастархан жайып, сіздердей қасиетті қонақтың батасын алғалы жатыр. Енді қадірлі ағайын, құрметті қонақтар, осында той жұғысты болсын деп барлықтарыңызға шынайы тілегім келіп отыр. Енді ортаға құрметпен 80-ге толып жатқан әкемізді құрметпен ортаға шақырам. Қадірлі ағайын, осында той жұғысты болсын десеңіздер, әкем келетқан кезде орындарыңыздан тұрып шапалақ ұрсаңыздар, үйлеріңізге осындай жақсылық боладына мен сенем. Мен енді құрметпен әкемді ортаға келем. Шапалақтарыңыз қайда, қадірлі ағайын? Тоқтатпай ұрыңыздар, тоқтатпай. Аямаңыздар. Әкелердің бөлек екен тұлғасы, анамыздың жанашыры сырласы, біздер үшін қанша қиындық көрсе де көздерінен білінбейді мұң жасы. Әкелердің бөлек екен тілегі, тілегінен байқалады жүрегі, жұдырықтай жүрегіне сиіп тұр бабалардың жау қайтарған жігері.
әкелердің бөлек екен намысы. Үйден шықса түзде болар тағысы, сынақта да сүрінбеуді үйреткен бұлтты күндей күркіреген дауысы. Әкелердің орны бөлек расында, оған жетпес ешбір байлық асылда. Бар кезінде бағалаңдар құрметтеп, мәңгі бақи жүре бермес қасыңда. Аман болыңыз әке, аман болыңыз. Қадірлі ағайын, құрметті қонақтар, Аллаға шүкір, әкемнің көзінен жас шықты. Мынау тойға келген қауым, сәл сабырлыққа келіп құлақ ассаңыздар сөзіме. Мен де іште тілеп отырмын, ертең мен де 80-ге келгенінде осындай ұрпағым мені қарсы алса екен деп. Мен де сол кезде көзіме жас алып жылар едім. Міне, Аллаға шүкір, анамыз өмірден ерте кетсе де, әкеміз осы балдардың бәрін аяққа қойды. Ешкімнен кем қылмады. Ұлын ұяға қондырды, қызын қияға қондырды. Әр құдасымен мақтанады менің әкем. Әр қайсыларыңызбен мақтанады, шаттанады. Міне, бір тал әкем бүгін сіздермен қосылып орман болып отыр, қадірлі ағайын. Шүкір той, шүкір. Мынау енді Құдайдан жасырмағанды адамнан Құдайдан жасырмағанда адамнан несіне жасырамыз? Міне, осы перзенттің аналары өмірден ерте кетті. Анамыздың әруағы разы болсын. Анамызда қыр басында бір аунап жатқан шығар. Мен анам арнап, өмірден өткен анам арнап бір өлең оқығым келіп отыр. Қадірлі ағайын, бүгін айтпағанда қай кезде айтам, қабыл алыңыздаршы. Шеше, сен бақыттысың жыламағын, жай түсіп жатсадағы құламадың. Тәңірінен мен едің ғой сұрағаның, сондықтан жыламағын. Бармын ғой, тіремін ғой, қасыңдамын, өлмеймін, мен өзіңдей бір асылдамын. Таусылып өз-өзіңмен шашылмағын, байырғы берекеңді қашырмағын. Мен сенің қанықпын ғой көз жасыңа. Өзім кепіл, тот басып тоз басыңа. Екі жыр жазсам бірін саған арнап, шеше деп жазамын ылғи сөз басына. Тәңірім, кешіре көрші кесірімді, аспанға жазам есіміңді.
анашым бақыттысың, тербете бер Құбаталдан бесігіңді. Құбатал деген Меккедегі тал екен, қадірлі ағайын. Анамыздың жан-жанаттан болсын. Анамыз бір аунап жатқан шығар, осындай саналы ұрпақпен мақтанатын шығар. Міне, әкеме, анам аманат қылып әкеме тастады. Міне, осы ұрпақпен, қадірлі ағайын. Әкем бүгін сіздердің баталарыңызды, сіздердің ниеттеріңізді, сіздердің жақсылықтарыңызды осында тойға жете беріңіздер, қадірлі ағайын. Жете беріңіздер. Құрметті әке, Алла тағала бұйыртса, осы төрт көзіміз түгел, ортамыз сиреймей көбейіп, сіздің 90 жасыңызда біз тойлауды Аллам нәсіп етсін. Ата, мен ол кезде 60-қа келеді екем. Мен де 60. Ал енді, қадірлі ағайын, құрметті қонақтар, Аллаға шүкір. Шүкір, қадірлі ағайын, әрбір қонақ іштеріңізден дұға жасап отырыңыздаршы, осындай саналы ұрпақ ертең бізді төрге шығарсын деп. Әрбір қонақ осындай балдарыңыздан жақсылық көруді Аллам нәсіп етсін. Пайғамбарымыз айтқан, менің үмбетімнің 98% тіл көзден кетеді деген. Мен ойлаушы едім, тіл көз тек қана іштарлықпен, адамгершілік төмен адамдарда бола ма деп. Жоқ, тіл көз дегеніміз таңғалғанымыз, таңырқағанымыз, таңырқағанымыз, осы қызыққанымыздың бәрі тіл көз екен. Енді қадірлі ағайын, құрметті қонақтар, мен ортаға үлкен әкеміз шақырып бата сұрағым келіп отыр. Құрметпен ортаға Жарылқасын әкемізді ортаға шақырып, осы шаңырақты Аллам тіл көзден сақтасын деп, көзге көрінген балалары ертең күні атамның көрген жақсылығын көрсін деген ниетпен ортаға Жарылқасындай атамды құрметпен ортаға шақырып бата сұрағым келіп отыр. Қошемет. Барлықтарыңыз орындарыңызға отырыңыздар. Той иелері, сіздер өшіре тұрасыздар. Ассалаумағалейкум, құрметті әке. Сабыр. Бәрекелді, қадірлі ағайын, құрметті қонақтар. Міне, Жарылқасындай екеуміз ортаға шықты. Бұл кісі бір әулеттің батасын бергелі тұр, қадірлі ағайын. Осы әулет өсіп өнсін деген ниетпен біз Алланың әмірімен Жарылқасындай екеумізден бата сұрағалы тұрмыз. Барлықтарыңыз қолдарыңыз жайсаңыздар. Иляки, аумин. Ассалаумағалейкум, құрметті тойға келген ағайын туғандар. Көрші қауым, мына ағамыз 80 жасқа шығып жатыр. 80 жаты құтты болсын. Бисмиллахиррахманиррахим. Алла, Құдайым. Құдайым жарылық ет, жарылқаудың қамын ет, іздет, абырай, бақ дәулетін ет, тілесең Алладан тілекті Алла тағала қабыл ет. Алла тағалам, ағамыздың 80 жасы құтты болсын. Балаларының немерелерін, шөберелерін алдында аман сау алдымызда ойнап күліп жүре берсін. 90 жасында да осындай тойда отырып, осындай тілектерді білдіре берейік. Аумин. Мынау Жарылқасын ата, иығыңызға шафан жабайық. Мынау орамал том болмайды, жол болады деуші еді ғой, қазағым. Құдай қаласа, атамның 90 жасқа келгенде тойында Аллам сізге тағы да бата беруді нәсіп етсін деген ниетпен. Жарылқасын ата, қаншаға келдіңіз биыл? 70. Как раз 80-ге келеді екенсіз. Мен 60-ға келейін де қоймай қойсаң да. Бәрекелді, Жарылқасын атамды құрметпен ортаға суретке түсіп алайық бірінші. Жақындаңыздар, атамыздан бірге барықтан суретке түсіп алыңыздар. Келіңіздер. Жақындаңыздар. Мен енді ортаға Смағұл әкемді, Серік әкемді, Серік және Несібелді, Абылла, Жарылқасын әкемізді, Роза апамызды, Шөкен әкемізді, Жұбаймен дейді, Алима апай дейді, Тазагүл және
Дәржан апамызды, Қалдыбай ағамыз жұбаймен ортаға келуді сұрайым. Келіңіздер, құрметті біздің әулетіміздің көшін бастап жүрген үлкендер, ортаға билеп шықсаңыздар жарасады. Қошамет! Қалдыбай ағамыз жұбаймен келіңіздер. Қарайсың қаланың көзі, Дәржан апамыз, Тазагүл апамыз, Алим апамыз, Өкен жұбаймен дейді. ешкімге теңей алмаймын. Бәрекелді, микрофонды көтер. Бәрекелді. Ал, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Аталар, апалар, амансыздар ма? Той құтты болсын. Осы әулеттің көшін бастап жүрген өздеріңіз екен. Қайсыларыңыздан бірінші бастайым? Апамнан бастайым ба? Апау, сіз бастасын деп атыр. Дұрыс айтады, азаматтар тұрғанда мен қалай бастайым деп апамның сөзіне басидым. Сөйлей қойыңыз, құрметті аға. Ассалаумағалейкум ағайындар, туған туысқандар. Ағамыздың 80 жасы құтты болсын, денсаулығы мықты болсын. Алла тағала тілектерін қабыл етсін. Өмір жасы ұзақ болсын дейміз ғой. Балдарына, қыздарына, келіндеріне денсаулық берсін бәріне де. Осы отырған ағайындарға да денсаулықтары мықты болсын. Ассалаумағалейкум, ағайын, туыс, бауырлар. Бүгін міне қуанышты күн. Міне ағамыз 80 жасқа толып жатыр, мерейтойы құтты болсын. Мына қыздар балдарының қасында аман болсын. Мына небере шөберелерін қасында аман болсын, ағайын туманың қасында аман болсын. Құдайым берсін, айтқан кесін ақтан инеғат, пайғамбардан шапағат, көп берсін, берекет берсін, есесін, алда жеткерсін, өлілерге тие берсін, тірге жүрінбесін. Аманшылық болсын, той болсын, тойларың тойға аласа берсін. Далаға шығып баратқандар, ішке кірулеріңізді сұрайым. Жаймен далаға шығып баратыр екеу, қарасақ, как будто екеу ана. Ей, отырыңдар, отырыңдар. Орындарың босақпаса ятты олады, отырыңыздар, отырыңыздар. Ондарыңыздар, отырыңыздар. Екеу менен қашып баратыр еді. Отыр. Осы екеу отырса болды, той жақсы жүреді маған. Осы анау мені алдап, дым білмегенде анау мені алдап қояды өздерінше. Жан-жақ қарап, мен байқамай қалды деп ойлады ау деймін. Бәрекелді. Аман болыңыздар. Құрметті аға, сөйлей қойыңыз. Апа сөйлесін ба? Оңғар 80 жылдығын құтты болсын, Ағдай. Құдай кімнің көрмей кеткен, келіншегін көрмей кеткен қызығын, балдарын көрсетіп отыр, Құдай. Ұзағына көргей, ұлдарының, қыздарының қызығын бәрін көре бергейсін, еш жамандық көрмегейсін. Құдайым, Алла аманшылықпен сол балдарын қызығын көре бер. Ата, қазір бір мен мынарада апамның берері бар екен. Сол берем деп атқан кезде алып қалайық деп атқаным ғой. Қайырлы кеш, міне тойшыл қауым. Бүгінгі осы жерге жиналғанымыздың бас себепшісі мына ағамыз, жас үлкеніміз алдымыздағы Асқар тауымыз 80-нің сеңгіріне шығып жатқан екен. Аға, шығып жатқан жаңа жасыңыз өзіңізге құтты болсын, денсаулығыңыз мықты болсын.
немере шөбере шөпшек көруді нәсіп етсін. Мына келін балдардың қызметі бұйырсын. Бауырлардың алдында аман болың, алдымызда бас болып жүре берің. Тағы бір мәрте шығып атқан 80 жасыңыз құтты болсын. 90-100 жасты да көру Құдай нәсіп етсін. Бәрімізде осындай жасқа жетуді Алла тағалам нәсіп етсін. Азғантай неміз бар еді? Сый-саяпатымыз. Жабуға рұқсат етіңіздер. Бәрекелді. Ал енді микрофонды өзіңізге ұсынамын. Құрметті Тоғышқа қауым, мына Оңғыр ағамыз 80 жасы құтты болсын. Денсаулығы мықты болсын. Бала-шағаларында аман сау ойнап күліп жүре берсін. Осында 80 жасында бәрімізге де нәсіп етсін деймін. Ал қайнаға 80 жасыңыз мереке тойыңыз құтты болсын, деніңіз сау болыңыз, алдымызда үлкен аға болып жүре бергейсіз. Ұл қыздарыңыздың рахатын, немере шөбере шөпшектеріңіздің рахатын көріңіз. Қайнаға тек сізге тек жақсылық қана тілеймін. Құтты болсын. Ал ағайын тума, құда жекжат, іні қарындас апалар, мына тойларың құтты болсын. Оңғыр ағама 80 жасыңыз құтты болсын. Ұлдарының, қыздарының, немере келіндерінің алдында ойнап күліп жүре бер. Сол тойларын көріп жүре берейік. Аға, бүгінгі 80 жасың құтты болсын. Балдарыңыздың алдында аман есен жүре беріңіз. Алланың берген жасын жасай беріңіз. 100 жасаңыз, немере шөберелердің қызықтарын қызықтап, осындай ағайын туысқанның арасында аман есен жүре беріңіздер. Апа, сөйлей қойыңыз. Дүниеден өтіп кеткен жеңешемнің рухына бас иіп, ағайын туғанның бәріне көңіл айтамын. Мінекей сол кісінің арқасы ұл қызды дүниеге алып келген. Мыңда бір алғыс. Аға 80-ге шыққан жасыңыз құтты болсын өзіңізге. Деніңіз сау болсын. Аман болыңыз барлық уақыттары. Арманның биік шыңына жетіңдер. Міне 80-ге де шыға алмай кеткен жастар бар, солар енді дүниеден өтіп кеткен, мен бәрібір біздердің жүрегімізде мәңгі сақталады. Сіз енді жаңа арман деп атырмыз ғой. Адамда арман таусылмайды. Сіз енді мұрагерді бәрін үйлендіру, сол бір арман енді. Немере шөбере сүю, шөпшек сүю. Алланың берген жасын жасайсыз. Енді деніңіз сау болсын әрқашанда. Аман болыңыз. Мына 4 перзентіңіз сау болсын. Рахмет. Құрметті халайық, міне бүгін атамыздың 80 жас тойына келіп отырмыз. Деніңіз сау болсын, ауырмаңыз. Өсіріп отқан ұл қызыңыздың қызықтарын көріңіз, жақсылықтарын көріңіз. Айналаңызда ағайын туысқандар сол жүре берсін, ауызбіршілік болсын, сыйластық болсын. Барлық бақыт тілеймін. Бәрекелді. Айтасыздар ма, қосыласыздар ма? Құрметті ағасы, айта қойыңыз. Ассалаумағалейкум, құрметті жамағат, той құтты болсын. Оңғыр баяға 80 жасыңыз құтты болсын. Бала шағаның қызығын көріңіздер, немере шөбере шөпшек сүйіп, 100-ге толған тойыңызда тойлап жүрек өстіп бәріміз. Бәріңе денсаулық, үйлеріңде той болсын. Мына жақ кешікпегендермен бәріктарыңыз амандасып атсыздар ма? Дұрыс қой, үлкен анамыз келді. Анамызды жайғастырыңыздар. Барлықтарыңыз қосыласыздар ма, айтасыздар ма? Бәрекелді, Алла разы болсын. Әкемнің жасын берсін, әкеміздің құрметін берсін сіздерге. Сіздерді ертең балдарыңыз төрге шығаруды Аллам нәсіп етсін. Суретке түсейік, келіңіз, жақындаңыздар. Әке белгілеп жақыннан суретке түсіп алайық. Суретке түсіп алайық. Мынау ортада орын таба алмай жүргендер жылдам отыра қалыңыздар. 1, 2 1, 2, 3, 4, 5. Мынау кетпеңіздер, асықпаңыздар.
асықпаңыздар, той сіздердікі ғой. Осы әулеттің үлкені сіздер. Аллаға шүкір, әкемнен кіші болсаңыздар да бүгінгі сіздер үлкен болып тойда ашып жатсыздар. Ол әр адамға бұйырмаған. Мынау қазақта сөз бар, алдыңғы дөңгелек қайда жүрсе, соңғы дөңгелек сонда жүреді дейді, қадірлі ағайын. Мынау үлкендер сіздерге қарап бой түзейміз. Сіздер қалай тойды бастайсыздар, біздер солай барамыз. Мынау енді апам бір шумақ өлең айтады. Алма ағаштың гүлін, осындай өлеңдер ғой. Кім айтады? Осы кісі айтады деймін, осы кісі. Мына кісі ән айтатын сияқты. Шапалақ ұрыңыздаршы, мына кісінің бойында бір өнер бар сияқты. Сөйле ғой, айта қойыңыз апа. Ана туралы айта қойын, енді дүниеде анадан асқан не жоқ. Әке туралы. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған, даланың әр гүлін жинадың сен маған, сен берген құстардың қанатын самғаған, шағымды өзіңе арнағам, әлдилеп аяла өсірген жемісің, самал жел саябақ құшағың мен үшін, есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көгілдір көктемдей көзіңнен танимын, есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көгілдір көктемдей көзіңнен танимын. Апам, мынау сізге үйіңізде той болсын. Ағам екеуіңіз 80-нен асып 90-ға келген кезде тойларыңызды немере, үлкен немерелерге жасап берсін. Қазір ағам қайда, сіздің үйіңіздегі ағам? Аға, қаншаға келдіңіз? 65-ке келдім. 65? Әлі 70-ті балдарын жасасын. Соң кейін барып 80-ді ең кішкентай балаңыз жасасын, 90-ды ең үлкен немере жасасын. Аумин. Бәрекелді. Құрметпен орындарына жайғастырамын. Қошемет, қадірлі ағайын. Қадірлі ағайын, құрметті қонақтар, үлкен ас келеді. Аспен қоса бас келеді. Қарсы алайық. Осында Иман әлі деген ағамыз қайда екен? Үлкен астың батасын сұрайын. Иман әлі әкеміз қайда екен? Қайда отыр екен о кісі? Мында ма? Бәрекелді, қадірлі ағайын, құрметті қонақтар, міне үлкен ас келді. Ағамыздың батасын алайық. Алла оңдасын, оң жолына бастасын. Дастарханның байлығын берсін, деннің саулығын берсін. Алла тағала жақсылықтың төрін берсін. Алатаудың сәнін берсін, қара жердің нәрін берсін. Бар жақсылықты оңғарбай Құданың дастарханына, үй ішіне бере берсін Алла тағала. Жақсылық болсын, қуаныш болсын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Қазір шапаныңызды әкеп берем. Шымен ғой? Бәрекелді. Қонақтар әлі кеп жатыр ма? Сіздерге қаншаға шақырған? Бесте қонақтар әлі кеп жатыр ғой. Үшке қалса бәрімен амандап шығады қазір. Бәрекелді. Ой, Алла, сағат 8 болды.
Қадірлі ағайын, құрметті қонақтар, бағана сөзімді аяқтайын. Бүгінгі той шашылу той. Кей қазақ той жасайды ғой, бергенімді қайтарайын деп. Астафыралла, бүгінгі той біздің тапқан таяғанымыз әкеміздің тойына шашылсын деген той. Бүгін мен ерекше приз бергім кеп отыр. Алып келіңізші, 4 жастығымды алып келіңізші, қарындасым. 4 жастықты алып келіңізші. Жастықты алып келіңізші, бағана подаркіні. 4-еуінде алып келіңізші. Мен таң қалдым. 32 жылдың ішінде бүгін бірінші рет кездестім. 31 ай бұрын келген қонақ бар екен ортамызда. Осы тойға ровно 1 ай бұрын. Міне, Бейбіт ағамызбен және Гүлмира апайымызды ортаға шақырам. 13.05.2025 жыл кепті тойға. 1 ай бұрын. Қошеметпен ортаға шақырайықшы. Бейбіт аға. Бейбіт аға, мен сізге ризамын. Мынау кешікпеген адамдардың аузына түкіріңізші бүгін. Шапалақ ұрыңыздаршы, қадірлі ағайын. Міне, бүгінгі ерте келген қонаққа сыйлық. Мынау сізге. Үйіңізде той болсын аға. Апайыма орамал, ең қымбат орамал әкел. Ең қымбат орамалды. Тағы келіп отыр. Тағы келді. Ой, Аллай, тағы келді қонақтар десең. Бәрекелді. Осы кісіге бір приз дайындаңыз. Бейбіт аға, айтарыңыз бар ма? Жайғастыра берейін ба? 8 май күні той жасап атқанбыз, ол үйленіп. Содан кейін теңел келді, тағам менде бір жақсылық болып жатыр. Әкемізге осылай 80 келіп той біректіп жатыр. 13 деді, айтқан жоқ, біраз қай екен. Ешке шақыру билетін жіберіп қойған ғой. Қарадым, мына 13 күн екеміз шығып ағамыз, айды ұрып келді көшерге. Неге қарамамыз шисылосында? Көшерге келдік, кесек ешкім жоқ, тұқым ұрсын. Сөйтсек ақыраның айтады, не ақып келдіңіздер аға дейді. Тойға келдісек, бүгін той жоқ дейді. Ой, не қараса, қақасы 13-ші үйін екен ғой, біз майда келіп жүрік. Аға, мен 32 жыл той басқарып келіп, аға, 32 жыл той басқарып келіп, 1 ай бұрын ерте келген қонақты бірінші рет көрмін. Шапалақ ұрыңыздар, ризам мен. Аға, қаншаға келдіңіз? 62. Сіздің 80 жасыңызда менің атам бір жарылмай бұрын барады. Үйіңізге күт аласып атамды? Бәрекелді, аман болыңыздар апай. Үйлеріңізде той болсын. Ал енді мынау призді бүгінгі кешікпеген қонаққа берем. Апай, сізді ортаға шақырайшы, жаным апай. Келіңіз апай, қошемет. Бүгінгі тойға любойна приз беріп атымыз ғой. Апай, аман есен келгеніңізге разымыз. Пробкада тұрсаңыз да аман есен келгеніне. Бүгінгі тойға кім болып келесіз? Теңелдің көршісі. Үлкен ұлының көршісі. Мынау сізге. Зато енді өмір кешікпейтін боласыз. Той дегенде нең берсей тұра түсей. Біздің орамалымыз бар тағы да. Ой, айттым ғой, бүгінгі тойда шашу. Бүгін кім мас болып ұйықтап қалғанға да приз беріп атымыз ғой. Аман болыңыз апай. Енді бетекші, алыстан келген, осында аралаңызда алыстан келген қонақ бар ма? Алыстан, келің айналайын. Қай жақтан келді? Ақтау, жібер музыка, Ақтау.
апай қайдан келдіңіз? Ақтөбеден. Ақтөбеден шапалақ ұрыңыздар. Қашан келдіңіз? 11. Неміне бөлі қонақтарын бір апта бұрын, бір жыл келген бұрын келген қонақ бар ма десең? Дұрыс, сізге жарасады. Жүздім күнде 80-ге толып атқан жоқ. Мына кіші жүздің қыз ау деймін. Мені чек қояйын деп тұр ғой. Апай, аман болыңыз. Сізде уақыты келіп Құда қаласа балдарыңыз төрге шығаратындай той болсын. Қанша келдіңіз апай? Мен ба 66-тамын. Жас көрінесіз, 65-ке ұқсайсыз. Сөйтіп айтатын ғой бұрында. Бәрекелді, аман болыңыз. Бергенің ба? Бар болғаны бергенің сол ма? Маған не айтқан естіңдер ма? Бар болған осы ма деді. Ішінде бар бір нәрсе тауып алыңыз. Енді последний. Жо, мен біреуді, маған керек, ой, ты что? Іштерінде бір мощный билейдің қонақ бар ма? Мен осы жасық таратуым керек қазір. Кім? Сынау, алыстан келген қонақ дейді ғой, алыстан 6 жасар бала келсе, 60-тағы шал төрін берген. Қарақалпақстаннан келген бір биші бар ма? Жіберейін осыға, кәне? Бұрында өзіміздің елімізден келіп атқан, бұрында балалық шағымызда осында бүгінгі тойға алып келіп атқан. Бар ма? Қайда? Кел! Қайда? Келе қойын алайын, келе қойыңыз. Келе айналайын деп қойым өзім жеңгеме ұқсайды екен десең. Келе қойын, жібер, маған ағын жібер. Шаршама тек шаршама. Сіз кім боласыз? Мына жаққа. Рахмет. Бәрекелді. Молодец. Құдаға бір мықты не алып келгенде шандай камзол. Мықты бір Құдаға бермегенде кімге беремін мен? Құдайға шүкір қазақ Құданы сыйлаған. Сол Құдамыздан Құдайға шүкір өсіп-өніп жатырмыз. Біріміз ұлынан, біріміз қызынан. Құда қош келдіңіз. Қай жақтан келдіңіз Құда? Алматыдан. Алматыдан кепті. Біздің жақтан келген ғой? Мына кісі шекара асып келді. Шапалақ ұрындаршы, қадірлі ағайын. Атыңыз кім апай? Атым Құндыз болады. Ақтаудан келдім. Келіні болама салды. Ойбай, мына ауылдың келіндері сабырмен ғой, аталарын алында мыналар жіберіп жатыр ғой. Бәрекелді, аман болыңыз. Мынау сізге. Бәрекелді. Құдеке, аман болыңыз сізге. Риза болдым, Алла разы болсын. Қыз алған Құда ма, қыз берген Құда ма? Қыз алған Құда. Бәсе, жанып, разымыз айналай. Қызымызды сылатпасаңыз болды. Бәрекелді. Ал енді қадірлі ағайын, құрметті қонақтар, міне Аллаға шүкір. Осы кейде ай өй, мына кісі отырса ғой, Аллаға шүкір. Аты кім еді? Ау? Неғыласы сөйлесіп оны? Сөйлесіп алайын дейді. Үйіне барып сөйлесіп. Бұл ақшаламай жүр екен ғой. Бәрекелді, қадірлі ағайын, құрметті қонақтар, осы кей тойға барған кезде айтады, сөзді азайтып, биді көбейтсе дейді, бірақ дегенмен жақсы сөз жарым ырыс қой, қадірлі ағайын. Мен енді осы әулеттің барлық құдасын, құда баласын, құдашасын, құдағиды ортаға шақырым кеп отыр. Осы әулетке құдамын дегендердің бәрі мынарада 33 адам екен, 33 адамның атын оқымай-ақ қояйын. Мен құдамын дегендердің барлығын билетіп ортаға шақырым кеп отыр. Қошемет, қадірлі ағайын.
Бәрекелді, қадірлі ағайын. Міне, Құдайға шүкір, бағана қадірлі ағайын, ойбай, тағы бір кісі кешік бебін ма? Тағы келетір, Аллай, өте біріңіздер, билеп келе біріңіздер. Бәрекелді, қадірлі ағайын, құрметті қонақтар, міне, көрсең көзің тояды, құшақтасаң құшағын тояды. Міне, 4 перзенттің келген құдаларды қараңыздар, ортаны толтырып тұр. Құдай көп көрмесін, шапалақ ұрыңыздар, Аллаға шүкір, Аллаға шүкір. Міне, қазақ айтқан, құдасына қарап айтқан қазақ. Ей жаным мен, ей жаным, сұлу бала кесін. Қазақ айтқан, құдаңды көрсет, мен сенің үлкен әулет па, әулет емес па айтам деген. Міне, мен мұна кісілерге қарап, бұл әулет, өсі өнген әулет деп айталам. Құдалар, қош келдіңіздер. Қазақ неге құданы құдайдай сыйлаған? Аллаға шүкір, Аллаға шүкір, Аллаға шүкір. Міне, бірлеріңіздің ұлдарыңызбен, бірлеріңіздің қыздарыңызбен осы әулет өсіп, өніп жатыр. Аман болыңыздар құдалар. Қайсынан бастайым? Ең бірінші құдам қайда? Ең бірінші есік ашып келген құда қайда? Шапалақ ұрыңыздар. Мынау қазақ. Ата, қазақ бірінші құданы құт құда деген, аяғы құт деген. Ең бірінші есігіңізді ашып сізді құда ататқан құда кен. Құдағайым өзімен қатар, құрдас. Мәс саған. Құдағыңыз сізден жас көрінеді екен деп қойсам да. Аман болыңыздар. Құрметті ана, сөйлей қойыңыз. Құрметті, мына біздің құданың тойына жиылған құрметті қауымдар, мына кісі менің ең бірінші, бүгісінің мен ең бірінші құдағиымын. Құда денсаулығына бастап қарай келемей қалды. Мына үлкен келіннің анасы болам мен. Құдамыз бізге наны қолда тұрғанда құда болып барған мінеки. Құдайға тауба, одан бері өсіп өніп, балалы шағалы болып, осы әлетке келіп отыр. Құдамыздың 80 жасы құтты болсын, тойға жалғасын, бала шағасы аман болсын, немере шөберелері көп болсын, тағы да өсе берсін балалары. Солардың қызығына тоймаңыз, деніңіз сау болсын, дүзге келіңіз, Алланың берген жасын жасаңыз, бала шағаңыздың қызығын көріңіз, құдаларыңыз бұдан да көп көбейе берсін. Сонымен мына құдамызға шапан жабамын бірінші құдағи болып. Сөйлей қойыңыз, құрметті аға. Ассаламағалейкум, құрметті тойшыл қауым. Бүгінгі мына құдам тойына келіп отырған. Құда, бүгінгі мына мерейлі тойыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын, жасыңызға жас, басыңызға бас қосылсын. Артыңыздан ерген бала шаға немере шөберелеріңіздің қызығына тоймай жүре беріңіз. Алланың берген жасын жасаңыз. Әкем кішкене ауырқап келе алмай қалды, сондықтан мен шығып ренжімеңіздер орнына. Мен осы үйдің үлкен келінің ағасымын, ең үлкен ағасымын. Сол барлықтарыңыз үйлеріңізде той болсын, әр үйде аман болыңыздар. Алла осы тойда жақсылықта қосуға Алла нәсіп етсін. Атам жазылып кетсін. Атам ауырып қалды ма? Бүгін сарықты алып кетіңіз тойдан. Сөйтіп атама таңғы сағат 5-те беріңіз, сол сарықты 90-ға келді, сол 100-ге келдетін сарықты апарыңыз, құда қаласа. Жасын берсін, аман болыңыз апа, аман болыңыз. Екінші құда қайда? Келіңіздер, келіңіздер. Қошамет көрсетіп қойыңыздар, қошамет. Құрметті құда, мына тойыңыз құтты болсын, балаларыңыздың қызығын көріңіз, сізді осы мына ұрпақтарыңыз, осы сізді сыйлап, бәрі атамыздың той деп жетіп, мен 5 күн бұрын келіп ағын құдағиыңызбын. Әте ертелік келіп қалдым, денсаулығым кішкене болмағаннан кейін ерте барып алайын, келемей қалады шығармын деп. Әр кезде Алла денсаулық, ұрпақтарыңыздың қызығын көріңіз, сыйлап, сізді келген осы бәріне Алла денсаулығын берсін, жақсылық болсын. Өміріңіз жалғаса берсін. Бәрекелді. Ассаламалейкум, тойшыл қауым. Тойға келген қадамдарыңыз құтты болсын. Әрбір айтқан сөздеріңіз Алланың періштесіне жасап, құдамызды 100 жасауын Алла нәсіп етсін. Құрметті қонақтар, біз мынау кіші жүзден қыз алып, көгеріп көктеп отырмыз. Біз ұлы жүздің азаматымыз. Рахмет.
Құда бір аяулы қызыңызды бізге беріп, сол қызыңыздан көгеріп көктеп, бір шаңырағымыз, әулетіміздің қара шаңырағын ұстап отыр Айгүл келінім. Осындай келбі тәрбиелегеніңізге, осындай жақсы қызыңызды біз бергеніңізге сізге мың алғыс Құда. Әр қашанда сізді жақсылықта да, қуанышта да, жақсы күндерде де көреміз, сізді қасымызда боласыз. Рахмет сізге. Жасыңызға жас қосылып, басыңызға бас қосылып, бізді осындай қуанышқа бөлеп жатқаныңызға, деніңізге саулық, басыңызға байлық тілеймін. Бала шағаңыздың немере шөберелеріңізді көріп, туажат неменеңіздің қолынан алақаннан су ішіңіз қария. Аман болыңыз, деніңіз сау болсын. Тойшыл қауым, әр қайсының бастарыңызға осындай жақсылық молымен болсын. Жақсы, жана ағамыз айтып етті ғой, біздің жеңгеміз Айгүлдің несі ол қайынсіңлісі болам дейді ғой. Ал енді Құда Алла ғұмыр берсін. Алла Тағала жүрегіңізге қаяу салмасын. Арттан ерген ұрпақтарыңыздың қызығын көрсетіп, осы беріп жатқан баталардың бәрі қабыл болып, балаларымыздың қызығын бірге көруге Алла нәсіп етсін. Тойдан той жалғаса берсін. Осындай алтындай ол қыз өсірген, осындай алтындай отбасы бір үйір жұрт болып отырсыз. Аллаға шүкір, ол сіздің бір тастап кеткен дәнегіңіздің жемісі мәуелі бағында енді саялап көлеңкесінде шалқатан түсіп, солардың рахатын көруге Алла нәсіп етсін. Рахмет сізге. Ал енді Құда, мен Қамбармен Айгүлдің құдағиымын. Сіздің немереңіздің құдағиы болып отырмын. Үлгілі жерден қыз алып, қуанып, мен де өсіп өнген ауылдан қыз алып, сіз де бала шағаңыздың қызығын көріп, 80-ге келе беріңіз. Қамбар, құдам сияқты, құдам, сіздің күйеу балаңыз болса, менің құдам. Мен сол үшін ат арылтып, Ұйғыр ауданынан келдім. Көп жасаңыз. Құда, сіз кетпеңізші. Мынау бір сөзіне риза болдым. Қадірлі ағайын, естіңіздер ма, естімедіңіздер ма? Мен де қыз өсіріп жатырмын. Ертең менің қызым ұзатылып, соның қайнатасы келіп, осындай қызды өмірге алып келгендеріңе мен келініме разымын. Қара шаңырақты қаңыратпай, қара шаңырақтың отын сөндірмей, түтінін түтетіп отырған осындай тәрбиелеген Құдама ризамын деп, сондай бір жақсы сөз айтты. Шапалақ ұрыңыздаршы, қадірлі ағайын. Құда, сізге подарка берші, ең қымбатын берші маған. Қалай менің қарындасымды мақтағанға подарка бермеймін мен? Маған да жұғысты болсын, ертең менің Құдам сөйтіп келсін, осы ішіп келсін. Беріңдерші. Кел атыр ма? Подарка қайда еді? Құдай-ау, подаркам қайда еді? Кел атыр ма? Құда, оны былай қыласыз, подарканы аласыз. Сөйтіп үйге апарып қоясыз. Үйіңізде жақсылық болады. Сізде 80-90-100-ге келесіз, Құда қаласа. Не келе жатыр, Құдай-ау? Құда, өзім алып келдім. Как раз сізге керек нәрсе ғой мынау. Келінен жылдам жұмыс жасайды ғой. Бәрекелді, рахмет, аман болыңыздар. Қайсыларыңызға, енді ешқайсыларыңызды алаламайын, енді Аллаға шүкір ғой. Барлықтарыңыз сөйлеуге құқыларыңыз бар. Қосылам, айтам десеңіз де білесіздер. Сөйлей қойыңыздар. Мен бұл Құданың екінші қызы Күмісайдың енесімін. Ені төрде Тамада бар, бана жер. Тамада, Асаба, мұнда келсеңіз. Осы жерде менің 86 жасқа келген шешем отыр. Сол кісіге апарып келсеңіз, сол кісі бірауыз. Қайда? Апам қайда? Шапалақ ұрыңыздар, апама баратырмын мен. Қайда отыр?
ойбай мына жақта отыр екен ғой, шапалақ ұрыңыздаршы қадірлі ағайын. Жаным, ей жаным анам, құрметті анам, Құдай-ау, анау адам қартайғанда бала сияқты болып қалған. Қарашы, сүп-сүйкімді болып отыр ғой. Сөйлей қойыңыз, құрметті ана. Құрметті қауым, Оңғырбай, 80 жасың құтты болсын, денің сау болсын, өмір жасың ұзақ болсын, балаларыңның қызығын көр, ұлы қыздарыңның ұлдарыңды, қыздарыңды қияға қондыр, бұлыңды ұяға қондырдың, денің сау болсын, сол бала шағаңның рақатын көр, немерелеріңнің рақатын көр, немереңді ер жетіп, оны да үйлендіріп, соның қызығын көргін. Денің сау болсын, балаларың аман болсын, Құдай амандық берсін. Рахмет, міне балаларыңа той жасап беріп жатыр. Жасыңа жас қосылсын, басыңа бас қосылсын, денің сау болсын. Мәлжарғым, рахмет. Рахмет. Апам конверт беріп жіберді іші. Құдай оны өз конверт еді ғой, немене киімін алып келген деймін да біреу. Ата, апам айтады, менен кішкентай ғой 6 жас. Менен 1 жас үлкен болғанда барар едім. Микрофонды өзің алып кел деді. Атам мынау сізге пенсиясын беріп жіберді. Аманатқа қиянат жасамайды. Құдай-ау, оның өз подарок еді ғой, апам өз. Ағасы, апам 86-та келген апам. Атама жасын берсін деп аты сізге. Ал енді құрметті Құда, бүгінгі болып жатқан 80 жасыңыз құтты болсын. Тойыңыз тойға ұласа берсін. Мінекей, ұл қыздарыңызды ер жеткізіп, өсіп өніп отырсыз, көгеріп көктеп жатсыз. Енді осы ұл қыздарыңызды өсіріп өндірсеңіз, енді немерелеріңізді солардың төрінде отыруды Алла тағалам сізге нәсіп етсін. Солардың тойын көріңіз. Көпшілік сіздерге осы тойды тілеймін. Әр үйде осындай 80 жас той бола берсін. Тойыңыз той боласын. Нұқоң сөйлесін. Кешіріңіздер. Солистер. Беріңізші сыйлығыңыз, ұмытып кетіп. Ерте маған звондап, бермеппін ғой деп. Бағана Құдам қайда, Құда? Бағана менің подаркым бар ғой, ол менікі екен. Маған берген, менің атымнан екен. Енді той иесінің атын алыңыздар. Сөйтіп күн көрмесем болмайды кетті. Құда мынау сізге. Рахмет. Намаздасыз ба? Иә. Құда қаласы қабыл болсын, көке. Қабыл болсын. Қайсыларыңызға? Сөйлей қойыңыз, Құда. Ассаламағалейкум, тойға келген жамағат. Жаңа асаба сөзінің басында жақсы айтты, шүкір той деп. Бүгін бір ақ түйенің қарны жарылған той. Бүгін Құдамыздың 80 сеңгіріне шығып, халқына, еліне, туған жұртына, Құда жекжатына есеп беру той деп есептейміз. Аллаға шүкір, Алланың осы күнге жеткізгеніне шүкір дейміз. Енді жаңа менің алдымда Құда айтып кетті. Бізде осы әулеттен қыз алып, өсіп, өніп отырған жағдайымыз бар. Аллаға шүкір. Иә, Құдайға шүкір, міне 15 жылдан асты Құда болғанымызға. Біздің бір таңғалғанымыз, Құдекең біз көргенде осындай еді. Әлі осындай. Ешбір той жиыннан қалмайды, ешбір садақадан қалмайды. Тек Құдаға жеткізсеңіз болды, алып ұшып барады. Ол кісіге көліктің керегі жоқ. Автобуспен ақ, жол қатынаспен ақ жүре береді, шапқылап табатын жерге. Ал, Оңғыр ақсақал, жаңа мен бір дастарханға келген кезде бір нәрсеге риза болдым. Дастарханда кім байқады? Біздің алдымызға Абайдың қара сөзін қойып, өзінің қолтаңбасын қойып, осылай бір жүрек жанында өзінің таңбасын қалдырып жатыр екен. Құдеке, әрине ризамыз, қуаныштымыз. Енді сіздің тойыңызға да мен бір өлең оқымасам қалай болады өз туындыдан. Мынау конверт, ағайындарыңыз, балаларыңыз ат мінгізіп жатыр. Біз аттың әбзілді мен Ердоқымын сізге сыйлап қояйық. Ал бәрекелді. Туған күн, әрбір пенде өмірге келгеннен кейін бір туған күн болады. Сіздің бүгін туған күніңіз, сол себептен туған күн деген бір өлеңді оқып берейін. Пенде болып жаралған соң әу баста, бір туған күн бұйырған ғой әр басқа. Туған күн деп мәз болады бәрі де,
есейгенін ескермейді бір жасқа. Біреу бұл күн той жасайды телегей, енді біреу өткізеді оны елемей. Шырқыраған сәби жүрек жұбанбас, пәк көңілді ақ тілекке бөлемей. Бұл өмірде жасамаймыз мәңгілік, тауқыметті ұмытайық ән күйіп, туған күн тойлағандар бақытты, тойлай алмай кеткендер бар көз жұмып. Туған күнде ән мен жырлар өдейді, бәрі бақыт сізге тілейді. Туған күнді тойлағанда жақсы ғой, қуып тастап қарттық сынды үрейді. Ай бәрекелді. Құдеке, өзіңіз бе авторы? Шапалақ ұрып қойыңыздар. Оқыған авторы. Бәрекелді, аман болыңыз. Үйіңізге де жақсылық келсін. Сізде 80-ге келіп, сізде төрге шығарсын балаларыңыз. Қолға жазып бересіз, андай. Атау подарок етіп жіберу мүмкін? Сөйлей қойыңыз, құрметті аға, сөйлей қойыңыз. Төртінші құда, шапалақ ұрыңыздар. Кенже құда, қошемет! Бәрекелді. Менің білуім бойынша кенже құданың қызы қара шаңырақты ұстап отыр, дұрыс па? Ой, жаным. Бұл кісіге ерекше қошемет, қадірлі ағайын. Ерекше қошемет. Міне, атамның тәттісін, жұмысағын, ыстығын, суығын бәрін дайындап беріп отқан сіздердің қыздарыңыз. Аман болыңыздар, құрметті құда. Ой, вообще негізі осы кісіге мен екінші рет беруім керек еді. Бұл кісілердің жасы кіші болғанмен жол үлкен. Қош келдіңіздер, құда. Ассаламалейкум, тойшыл қауым. Құдеке, бүгінгі туған күн 80 жылдық мейрамыңыз құтты болсын. Жасыңыз ұзағынан болсын, денсаулығыңыз мықты болсын. Айтып жатқан тілектер Алланың құлағына шалынсын. Немерелер көп, немерелеріңіз бар. Енді шөбере шөпшек көруге сегенде Құдай нәсіп етсін. Барлық жақсылық тілеймін. Әрбір семьяға осында той, думан, осында жақсылықтар тілеймін. Құдағи, қосыласып айтасыз ба? Мен айтам. Айтыңыз. Айтам, конечно. Иә, бүгін мынандай мүмкіншілікті жібермеу керек. Айтыңыз. Той құтты болсын, тойшыл қауым. Құда, бүгін туған күніңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Иә, мен айтпақшы, өзім таныстырмаппын ғой. Мен Есболдың енесімін, бағын папасы. Біз Зульфия келіндеріңіздің әке шешесіміз. Құда, туған күніңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын, ауырмаңыз, Алла тағаланың сүйікті құлынан болыңыз. Алла тағала сізге қаншама өмір берген болса, қаншама ғұмыр берген болса, соның бәрін осы туысқандармен, бала-шағамен, немере шөберелермен өткізуге нәсіп етсін. Үйіңізде тек қана қуаныш болсын, ауырмаңыз, деніңіз сау болсын, туған күніңіз құтты болсын. Мынау қадірлі ағайын, шешесін көрді, қызын ал дейді ғой. Құдағи, мен мамандығым актер негізі. Біздер актерлар өте внимательный боламыз. Мен нарада қонақтардың бәрін сезіп отырым. Кім қалай келді, кім ішіп пісіп келді, кім бара салайық деп келді, ішіп жеп қайтайық деп бәрін біліп отырым. Мен айтайын дегенім, сіздің қызыңызға Алла разы болсын. Қызыңыз келген қонақтарға бәріне есіктің аузында тұрып, сәлем, батысны сәлем салады екен, надан жібереді екен. Бізде Шымкентте бұлай салса, мынадан жіберді ғой келіңіз, қызыңыз. Алла разы болсын, шапалақ ұрыңыздаршы, қадірлі ағайын. Оның бәрі әке шешенің тәрбиесі. Мына кісі барғанда қызынан сұрамайды, күйеуің саған сөйледі ма, атаң саған сөйледі ма демейді. Бұл кісі барып айтады, ей, сен сол үйдің күлінен кірді, отынан кірді, күлінен шық. Ертең менің атыма жаман сөз келтірме. Күйеуіңмен ұрыссаң, ол өзіңнің проблемаң. Маған айтпа дейтін кісілердің бірі ғой. Шапалақ ұрыңыздаршы, қадірлі ағайын. Құдағи, сәлем салсам болатын шығар. Алла разы болсын. Шапалақ ұрыңыздаршы. Берем, бүгін настроением жақсы. Кімге?
Қадірлі қонақтар, бүгін мінекей Оңғарбай құдамыз 80-ге келді деп, анау Астанадан келіп отырмыз біз. Мынау мына жерде құдағи тағы бар менен кейін. Мына жерде 3 адамбыз біз Астанадан келген. Мына жерде осыдан 22 жыл бұрын Нарынқолға Оңғарбай құда барған болатын. Құдағидың қолынан шай ішкен адаммын. О кезде Оңғарбай құданың кемпір жас еді. Алла тағаланың жазуы болды. Теңел үйленгеннен кейін, біраздан кейін қайтыс болып кетті. Алла тағаланың жазуы солай болды. Бір кем дүние сол енді. Қазақта бір кем дүние дейді ғой. Оңғарбай құда, сіз жақсы ұл өсірдіңіз, жақсы қыз өсірдіңіз. Мына ұлдарды, қыздарыңызды ана Өзбекстанға тастамап кетпей, бәріне осында алып келдіңіз. Соған қуаныштымыз. Үлгілі жерден шыққан бала, үлгілі жерге барды, өсіп, өнді. Жаңа өздеріңіз көріп отырсыздар. Барлығы Оңғарбай құдаға риза. Баласына да, қызына да Оңғарбай құда отырған үлкен үй, жаңа тамада өте жақсы айтып кетті. Үлкен үйдің келіні есігіне барсаң сені құр жібермейді. Шайы дайын, қазаны қайдаулы, ошағынан шоғы түспеген, самаурыннан шоғы түспеген келін. Сондай келін тәрбиелеген жаңа ата-анаға үлкен рахмет айттық. Құда, тамада бауырым, мен де бұл кісілерге үлкен рахмет айтамын. Ал біздің енді үлкен келінді, менің бажамның қызы, Күлшат тетенің қызы, ұстаз. Сіз де ұстазсыз, бала тәрбиелеп жүрген. Бұл кісілердің балалары өзі адам жанның инженері болса, балалар да солай жақсы тәрбиелеген. Теңел де ұстаз, мұғалім. Мұғалімнің үйінен шыққан бала жаман болмайды. Тәрбиелі, өнегелі, өскен, өнген ұрпақ. Ұрпақтарыңыз өне берсін, өсе берсін. Алтындай балаларыңыз аман болсын. Күмістей қыздарыңыз өбірелі, шүбірелі болып, Алла тағала сізбен бізді осындай тойда кездестірсін. Астанадан келген құдағи сөйлейді енді. Алдарыңызда Астанадан келген құдағи шапалақ ұрыңыздар. Та-да-да-дан бізден көрі Тоқаевқа жақын десең. Құрметті тойшыл қауым, осы той бәрімізге ортақ той, бәріміз осы тойды күтіп, қуанып келіп жатырмыз Астанадан. Осы әулетке мен құдашасы болам туған. Не дейміз? 100-ге жетіңіз, 100-ден асыңыз. Балдарыңыздың ортасында, осындай қалпыңызда Алланың берген жасын сүре беріңіз. Денсаулығыңыз мықты болсын. Немере күсейіп жатса, шөбере, шөпшек сүйіңіз. Шөпшектің қолынан су ішіңіз. Отбасыларыңызда тек қана жақсылық болсын. Бауырларыңыз бүтін болсын. Осы өзіңізден тараған ұрпақтарыңыз, мына бауырларыңыз осы тойда бәрі қаумалап келіп жатқан. Барлықтары да аман болсын. Той барлығыңызға жұғысты болсын. 80-ге келек, 90-ға келек, 100-ге келек. Барлығымызда тек осы амандықта болайық. Сізге денсаулық тілеймін. Астанада келген 3-ші адам сөйлейді. Мен осы екі кісінің үшеуміз бірге келдік қой енді. Екеуінің айтқанына қосылам. Сіздің деніңіз сау болсын. Тәжігіл құдағайдың көзін көргім. Қайтыс болардан 2-3 күн үйіне кіріп амандасып шығып едім. Сол енді сізге Алла тағала денсаулық берсін. Тәжігіл құдағайдың көрмеген қызығын сіз көріңіз. Балаларыңыздың осындай ортасында жайнап, өстіп, шапқылап жүре беріңіз. Мынау қосылам деген жақсы көрем бар ғой мен сөзді. Білмеймін, осы келген қонақтар айтады ғой, жоқ, біз уақыттамай-ақ қояйық, не қыламыз? Біздің дастарханнан тамақ жегеніміз, аяғымызды тік тұрғанымыз тілегіміз ғой деп айтатындар. Суретке түсі, Астанадан келді, суретке түсі. Астаналықта сондай суретке, көке кеңіз, көке, кеңіз. Тек қана Астана болып жатыр кәз. Астана. Қазір Ақтөбе келіңіздер, Ұйғыр ауданы дайын тұрыңыздар. Бөліп түсіріп алсаң да. Сөйді Астана жазып қоямыз. Астана, Ұйғыр ауданы, Ақтөбе,
тағы аяқтан келіп еді құдалар. Нарынқол тағы аяқ бар еді. Ақтау. Бәрекелді. Атам айналайын, бір шапан жапқанда бір хотя 5 минут кие тұрсыш. Неменеге шешіп ала бересіңдер? Атам енді кейіп рахаттана бергенде шешіп алып кете береді. Біраз тұрсыш, ата шешпек. Күшті болып тұр. Атам енді кие берсе шешіп алып кете береді. Атам кайып ұстамайды да. Енді мынау жақсы екен дегенде жоқ болып кетеді мынайын. Құрметті тойшыл қауым, мына бүгінгі қасиетті жұма күні менен біздің ағаның 80 жас мерейтойы тұспа-тұс келіп жатыр. Бұл дегенде Алла тағаланың бір жіберіп жүрген ғаниметі аға. Айып етпеңіз, енді мен төр жақтан шықты деді. Астанадан келген құдашаң қасынан жібермеді. Мен де құдашамын ғой. Келін деп сөкпеңіз енді. Негізі мен Темірбақтыға келіммін. Мен жаңа ана жақтан шығуым керек еді. Бірақ ана жерде ағамның баласы дос болып отырғаннан кейін сол жолын соған бергенмін. Бірақ ол шықпай қалды енді. Аға, сізде арман жоқ. Аллаға тауба. Осындай ұлды өсіріп, осындай қыздарды өсіріп, осындай жақсы тәлім, тәрбие беріп, осындай 80 жасын жасап, балдар жасап жатқан балдардың кемі кем. Осының бары сіздің арқаңыз. Осындай жасқа жетіп, балдарыңыз сізді қандай бағана шыққан кезде адамның жүрегі ауырып, сондай бір қатты риза болдым. Рахмет сіздерге, жандарым аман болсын. Ағам сіздер бар да, ағам еш уақытта қартаймайды. Ағам деген 100 жасайды әлі. Осылардың жақсылығын той томалаған көрсетуге барлығымызға Алла несіп етсін. Нағыл дейміз, той барлықтарыңызға жұғысыз болсын. Аға жайдырап, жайнап, балдардың алдында аман есен жүре бер. Рахмет сізге. Зубочистке таласып отырсаңдар не болды мынақты десең. Апай, рахмет. Қалғандарын қосыла. Ойбай, атам бар екен ғой, жаным, атам. Сөйле қойыңыз. Біз сөйлемесек болмайды еді. Негізгі бірінші құдаларыңыздың інісі боламын. Лаураның бір жағы бауыры, бір жағы атасы, міне күйеу бала. Енді бағанан бері құдалар, алыстан келген құдалар дедіңіздер. Біз жақында Нарынқолда тұрамыз, жақында тұрамыз ғой. Жақында. Ал қымбатты тойшыл қауым, бүгін мінекей Оңғарбай құданың жақсылығына ортақтасып келгендеріңізге мыңда-бір рахмет. Мына қуанышты бөліссе көбейет дейді. Оңғарбай құданың қуанышына келіп отырсыздар. 80 жасыңыз құтты болсын. 80-ден секіріп өтіңіз. 90-да тоқтамаңыз. 100-де жап-жас болып жүгіріп өтіңіз. Ал енді бұл құданың бір әңгімесімен айтып кетейін. Осыдан 2-3 жыл бұрын үйге бір тамаққа шақырғанда келіп, анандай жерде түрнек болатын, соны көрді да, түрнекке барып асылып, бұл кісі 10 рез отжимание жасады. Ал кім бар бұл кісімен космоға түсетін мінекей. Вот міне спортсмен деп осы кісіні айтуға болады. Бір жағы суретші бұл кісі, бір жағы ағартушы, бір жағы спортшы. Өзін-өзі жақсы ұстаған сондай керемет кісі деп айтуға болады. Тұрарлықтай. Көп адам осы кісіден үлгі алуға болады. Ал енді негізінде біз Нарынқол ауылы Райымбектей батырдың, Мұқағалидай ақынның ауылынанбыз. Сондықтан бір әулемейтін қазақ жоқ дейді. Өзімді бір авторлық өлеңімді оқып беруге рұқсат етіңіздер. Мына адам баласында негізінде, адам баласының негізгі бақыты мен байлығы не деген сұрақ қойып өзіме, адам баласының негізгі бақыты мен байлығы не? Соған жауап берген шамам ғой баяғы. Бақыт не ол? Айтшы құда, қысылмада қаймықпа. Базардағы әлде асыл зат бекен, сатып ала салатұғын айлыққа. Жоқ, жоқ. Бақыт білім еңбекте, тер төгілсе самайдан, бақыт құсы жер көкте қона қоймас оңайдан. Бірақ, бақыт деген құс емес, алақанға қондырар, бақыт кейде түс елес, үмітіңді жандырар. Бақыт ұстай алмайсың, қанша созсаң қолыңды, кейде түлкі алдайсың, кесіп етіп жолымды. Бақыт өзі қайдасың, қол бұлғасам жетерем, бақыт болса айдашын, көкке düşіп кетерем. Бақыт күтпе алыстан, бақыт сенің қасында, етегіңе жабысқан немерең ғой расында. 62 тамырың жүрегіңді соқтырса, айтар болсам анығын, бақыт деген сол екен, рақаты мол екен, жәрмекелі жол екен, денсаулығың болып тұрса.
бақыт дегеніміз денсаулық екен. Қалғанын пенсияға сатып аламыз. Жаным Құда, Алла разы болсын. Алла разы болсын Құда, сізге де разымыз. Әрбір Құдамызға разымыз. Мына жайнамаз үйіңізден жақсылық кетпесін. Үйіңізге тек қана той болсын. Қалғандарын қосыла салыңдаршы. Қосыла салыңдаршы. Сөйтіп айтпасам тоқтамайын деп тұр десең. Қалжың ғой, айтам десеңіздер қарсылық көрсетпеймін, құрметті құдаларым. Аман болыңыздар. Орталарыңыз көбейсін, азаймаңыздар. Аллаға шүкір. Міне, сіздерді көріп, шын мәнінде өзіме де тіледім. Ертең менің ұлым ер жетіп, қызым бой жеткенде, менің де осындай 80 жас, 90 жасымда осындай ортаны толтырып болсын, осындай құдаларым деп. Аман болыңыздар. Разымын барлықтарыңызға. Мынау құданы Құдай қосады деген рас екен. Атамның мінезі қандай, бәріңіз сондай жайдар екенсіздер. Алла разы болсын. Суретке түсіп алайық. Соңын билейсіздер. Ойбай. Атаман осы айтпақшы. Мынау қызы бардың бағы бар дейді. Қадірлі ағайын, бізде бірінші қыз туса, қыз тудың ба дейді ғой. Қыз бақ, ұл шешірен жалғасы. Міне, осы айналайын, қарындасыма разымын. Осы той боладынан бастап, аға бұлай жасайық, аға олай жасайық, аға бұлай жасайық, аға олай қылайық деп маған звондап, мен хабарласып отқан. Айналайын, қыз ұзатылса да екі жағын тең де ойлайды. Айналайын қарындасым, Құдай бақ берсін. Бақытты ол күйеу боламын мен. Айта қойыңыз. Ал мінеке Құда жер жатып, осының ішінде біздің әулетіміздің туын көкке тік көтеріп отырған келіндердің, әкеміздің келіндерінің әке шешесіне ерекше сый-сияпатты ескеріп елеп бергім келеді. Ол жасыратын жоқ. Кешегі жағы күні елден келген кезде біздің алғашқы әкеміздің құдасы осы кісілер болды. Шет жағасын есіп жатсыздар. Бәрі дүние бүгінгі жағы күнге бірден жеткен жоқпыз. Осы күнге осы кісілердің демегенмен, демеумен жеттік. Бұл жерде алғысымыз өте шексіз. Кешегі жағы күні мен осы Лаура жеңгемнің бауыры Айдынның шаңырағына ұзатылғамын. Менің сұраушылар, сырға салушылар осы Айдынның шаңырағына кеп сырғасын салған, оған ол көз жұмып, ештеңе ете алмаймыз. Ол шындық, ол рас. Сондықтан осы кісілерге бас иемін. Ел жұрттың алдында осы кісілердің мәртебесін еселей көтергім келеді. Алла сіздердің мәртебелеріңізді еселей берсін, көтере берсін. Өсіп сыйластығымыз арта берсін. Сіздердің де сыйластықтарыңызға мыңда бір рахмет. Оны айта өтетін өте жөні көп. Шыны керек, мінеке осы аға менен жеңгем жас болып үйленген кезде бұл кісілер жеңгеміз ренжісе, бұл кісілер тәйт деген жоқ. Ол күннің бәріне өзіміз куәміз. Рахмет сіздерге. Бүгінгі жағы күні өсіп өніп әулет болғанға сіздердің демеулеріңіз, көмектеріңіз өте көп. Сондықтан осы жерде әрқайсына арнайы алынған сый-сияпатымызға соны беруге рұқсат беріңіздерші. Тойда да коррупция бар екен ғой. Құдағиға, үлкен құдағиымызға қошемет, қадірлі ағайын. Біреу Сұлуға арнадым да кейіпкерін айтып берейік Құдама. Айтыңыз, жаным айта қойыңыз. Білгенді айтар өліңде, білместі айтар айдың күлдің су өшер, жылқым қайтар, тірек ауыз өліңде, мен айтпасам, мың ділдәлі құдамның көңлі қайтар. Өлің деген адамның ой емес пе, өріп шығар қорадан қой емес пе, бүгін айтпай өліңде қайда айтамын, 80 жастық құдамыздың той емес пе. Тау жайлаймын тағы да, тау жайлаймын, атым жырға болсын деп, чау жайлаймын. Ақындықпен өліңде мен айтпаймын,
Құдамыздың көңілі үшін айғайлаймын. Рахмет құдағи. Атаммен құрдас екенсіз, бәрібір жас көрінесіз. Сөретке түсейік, келіңіздер. Сөретке түсейік, аман болыңыздар. Енді қазақта құдалар мынандай сөз бар ғой, білесіздер ма? Құда болсаң шыда дейді. Мен бұрында ойлаушы едім, неге ол сөзді құдаларға айтады екен деп. Сөйтсем, құда болсаң шыда деген сөз тойға келгенде биле деген сөз екен ғой. Енді шыдайсыздар, билейсіздер. Той жұғысты болсын. Бәрекелді. Құдай қарындасым, әлі беріп жүрсің бе, не болды? Ал бәріміз қараймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8456. Осы уақытқа шейін тұра беретін болса. Бәрекелді. Би, жібер! Мынау қадірлі ағайын, нағашы дегенім, осы 4%-тің нағашысы, осында әкеміздің қайын жұрты отыр. Бұл жерде 31 адам бар екен. Енді олардың бәрін атын оқимай-ақ қояйын. Мен нағашымын дегендер, атамның қайын жұрты дегендердің барлығын билеті ортаға шақырғым кеп отыр. Нағашы қауым, бүгінгі тойды сіздер көтересіздер. Көтересіздер деген сөзім ана жақтан келеді ғой, кісінің программасы бар ғой. Ана жақтан билеп келеді ғой, мен апайым әдемілеп тұрып. Маған ұрсайын деп жүр, білмеймін неғып ұрсайын деп жүрген. Менің енем сияқты Құдай-ау. Бүйтіп қояды маған қарап. Кеттік, нағашылар! Атау, қайын жұртыңыз шықты, қайын жұртыңыз. Жездем қайда деп қояды ішінде бір екеуі.
Жезде қашпа деп қояды ішінде бір екеу. Дұрыс, жездемен қалжыңдасқан қандай керемет. Құдай-ау, мынағы енді көрісіп жатыр ма? Той басталғанда 4 сағат болды ғой, әлі сүйісіп жатыр. Той бастаған 4 сағат болды ғой, әлі сүйісіп жатсыңдар ма? Бәрін тұрғызып, бәрін сүйіп шықтыңыз ғой. Бәрекелді. Үлкен атамнан бастайын ба? Бәрекелді. Ата, қош келдіңіз. Той құтты болсын. Аллаға шүкір, атамның қайын жұрты, балалары нағашы болып көш бастап өзіңізге келіп отыр екенсіз. Көш бастағаннан кейін сөз өзіңізден бастайын ба деп отырмын. Жоқ, тұрған ғой. Ассалаумағалейкумдер, құрметті тойшы қауым. Мен мына Разнода Оңғарбайдың қайнағасымын. Менің екінші қарындасым, бұның жолдасы. 2 ұл, 2 қызбенен қалып қойды. Жолдасы ертерек кетіп қалды, қарындасы. Оңғарбай мінекей 80-ге келіп, мына ұлдарың, қыздарың той беріп жатыр. Құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын. Құдай міне осы жақсы ниетті алға қойып, сенің тілегіңді орындап, мына ұлдарың, қыздарың алдыңда қызмет қылып жатыр. Осыларға рахмет. Немере шөберелеріңменен жүз жасай бер, қызығын көр. Сен Құрметті тойшы қауым, Құда жекжат, ағайын тума, нағашы, бөле, жиен, бәріңізге той құтты болсын, жұғысты болсын. Мына күйеу баламыз Оңғарбай, осы Оңғарбайдың келіншегінің нағашы апасы боламын мен. Атым Зәуреш. Оңғарбай 80 жасқа шығып, міне балдары белгілеп атыр екен, қызықтап атыр екен, тумаларын шақырып, ағайын туманы шақырып. Құтты болсын 80 жасыңыз. Балдарыңның қызығын қызықтап жүре бер алдында. Той қыласын. Өмір жасың ұзақ болсын, ден саулығың мықты болсын. Шаршамай, шалдықпай. Өмірден сүрінікпей өткейсін. Қыздарың, ұлдарың, рахмет. Папаңды осындай белгілеп, құрметтеп атқандарыңызға. Той құтты болсын баршаңызға. Бақытты болың, өмір жастарың ұзақ болсын. Не дейін? Айтатын сөзді аузымызға келмей атыр, құтты болсын. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Той оң болсын. Жезде 80 жасың құтты болсын. Мына ұл қыздарыңды тәрбиелеп, 80 жыл түрлі асулардан өттің. Оның қиынды да болды, оңайы да болды. Соның қасында менің апам да болды. Со мына апамның нешеменен мына ұл қыздарын қазір қандай адамды? Енді апамыздың жатқан жер жайлы болсын, сәл ертерек кетіп қалды. Мына сен балдарыңа, қыздарыңа рахмет. Мына 80 жасыңды құттықтап беріп жатыр. Сонша ағайын тумаларын шақырып, жасыңа жас қосылсын. Мына балдарың аман, алдында аман жүр. Ұл қыздарың аман болсын, немерелерің. Барлығы жақсы той болсын.